Осы орайда енді бәрі әкімшілік мақтап жатыр ғой. Біз де арнайылап осы сұхбатқа себепкер болған бірден бір осындай бір рухани құндылықтар дейді ғой, тарихқа қайтадан шолуға бір өзінің үлесін қосып жатқан Қаскелең қаласының әкімшілігі Асқар мырза, сізге бөлек рахмет. Осындай бір жағдай жасап қолдап жүретіндеріңізге. Себебі әрбір саяхатта осындай бір пайдалы сұхбат, мен ойымша, бәлкім бір қарағанда просмотр көрілім аз болуы мүмкін, бірақ іздеген адамға бұл болашақта бір құнды тарих болады да. Мысалы, мен үшін өзі бір күшті бір нәрсе. Кеше бір әрбір дүниеден бір жақсылық көруге тырысамыз. Мен ең қашанда Өзбекстанға бір Қарабастанға келмес бұрында келген кезде, Ташкент, Самарқанд жиі келетін жер ғой. Тазалығына риза болатын, мысалы, қазір қарап отырмын, басқа бір дүниелер бар екен. Мысалы, қазақ мектептері бар. Вообще күшті нәрсе. Көп-көп рахмет негізі уақытыңыз бөліп, осылай бізге сұхбат бергеніңізге. Қысқаша сұхбаттың артында енді біздегі Қарасай ауданы, жалпы Алматы облысында, Қазақстанда тұрып жатқан қазақ бауырларымызға, қарақалпақ бауырларымызға, мынау Қоңыраттан көшіп кеткен кішігірім лебізіңізді айтып берсеңіз. Құрметті қандастар, жалпы бауырлар, біздің осы туған жеріміз, ана отанымыз Өзбекстаннан сіздерге бауырлар дұғай сәлем жолдаймыз. Барлықтарыңыздың жанұяларыңызда ауызбіршілік, татулық болсын. Сол аман болыңдар, бастарың аман, бауырларың бүтін болыңдар. Сол міне біздің Өзбекстанымыз жылдан жылға міне көркеюде, дамуда жедел пәтпенен өркендеп бара жатырыпты. Міне дамыған мемлекеттердің қатарына қайсы саланы алып қарамаңыздар, өздеріңізден байқап отырған шығарсыздар. Ол білім саласында ма, спорт саласында ма, спорттың ішінде бокс па, футбол ма, міне кеше жақында жақсы жаңалыққа ерістік. Міне футболдан әлем чемпионатына жолдама алып отырмыз. Боксты айтатын болсақ, міне әлемде әлемнің менмен деген мемлекеттерін, анау Куба ма, Америка ма, қандай мемлекет болса да таңғалдырып отырмыз әрине. Қазақстан да солай. Міне жалпы біздің Өзбекстанымыз жылдан жылға жедел пәтпен, әрине оның барлығы көреген президентіміз Шавкат Миромонович Мирзиевтің арқасы деп ойлаймын. Бәріңізге бізден дұғай сәлем.